Барлықтарыңызға сәлем, есімім Әсел, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ірімшікпен жасалатын булочкидің рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа 250 грамм жылы сүт құямыз. Үстіне тұз саламыз. Дәміне қарай қант саламыз. Бір ас қасықты толтырмай ашытқы және де бір жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйық массамызға ұнды салып, қамыр илейміз. Бұл рецепт бойынша 480 немесе 500 грамм ұн жеткілікті. Дайын болған қамырымыздың үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа жібереміз. 1 сағаттың ішінде қамыр осындай әдемі және биік болып көтеріледі. Дайын болған қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Әр бөлігін илеп қойып қоямын. Дайын болған қамырларды 20-25 минутқа қойып қоямыз, толығымен көтерілу керек. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм ірімшікке қант саламыз және де ванильді қант саламыз, жүгері крахмалын саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды, жақсылап араластырдық. Енді оны бір шетке алып қоямыз. Көтерілген қамырымызды стаканмен үстін басып, осылай ойып шығамыз. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, булочкилердің бетіне жағып шығамыз. Енді салмасын саламыз, бір ас қасық шамасында салып отырамыз. Булочкилерді 170 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Менде булочкилар 20 минутта пісіп шықты. Осылай бетін қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады. Ірімшікпен дайындалатын осындай әдемі және дәмді булочкилар дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.